Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін өте оңай әрі тез дайындалатын пекинский капустадан голубцы дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен начинкасын дайындап алатын боламын. Фарштың үстіне туралған пиязды, оның үстіне піскен күрішті және де тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді қосып жақсылап араластырамын. Осылай жақсылап араластырып, начинкасын дайындап алдым. Әрі қарай пекинский капустаны алдын ала 1 минуттай қайнатып, пісіріп дайындап алдым. Осы аралықта подливті жасаймын, яғни морковь пен пиязды жақсылап қуырып алатын боламын. Подлив дайын болғанша, суп дайын болған пекинский капусталардың арасына біраз қасықтан осылай начинкасын салып, осылай орап шығатын боламын. Менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп алыңыздар. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Осылай барлығын орап, дайындап алдым. Әрі қарай пісіріп алатын боламын. Дайын болған подливтің үстіне голубцаларды осылай қойып шықтым. 1 стақан жылы суға біраз қасық томат пастасын қосып араластырып, үстіне құямын. Орташа отта 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламын. Сіздер де тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте тез әрі өте дәмді болып шығады. Голубцыды негізі болгарский перецпен немесе капустамен де жасауға болады. Немесе мен сияқты осылай пекинский капустамен де жасап көріңіздер, дәмді өте дәмді болып шығады. Менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп алыңыздар.